сабағы. Сабағымыздың тақырыбы топырақтың қандай қасиеті бар. Сабағымыздың мақсаты топырақтың негізгі қасиеттерін анықтау. Кәнекей барлығымыз үй тапсырмасын тексерейік, сұрақтарға жауап берейік. Топырақтың құрамында не болуы мүмкін? Тірі ағзалардың тіршілік ету үшін не қажет? Топырақтың құрамында ауа бола ма? Қалай ойлайсың? Топырақта су бар ма? Су оған қалай келеді? Қарашірік дегеніміз не? Топырақ дегеніміз не? Шұбалшының қандай пайдасы бар? Келесі тапсырма бізде не ортақ тапсырмасы. Осы жерден артық сөзді табыңдар. Қалай ойлайсыңдар, қандай сөз артық? Қалған сөздердің арасында қандай байланыс бар? Қарайық, бізде оқулықтың тақырыпта берілген топырақтың түстері. Суреттерге қараймыз, не байқадыңдар? Топырақтың түсі неліктен әртүрлі болады? Барлық топырақтың құрамы бірдей ме? Топырақтың түсіне әсер етуі мүмкін не? Өз ойынды түсіндіреміз. Біз алдыңғы сабақтарда сендермен тәжірибелер жасаған болатынбыз, бір уыс топырақты алақанмен қыссақ не өзгереді дегенді, біз бұның жауабын білеміз, осы тәжірибенің негізінде қандай қорытынды шығара аламыз? Қандай топырақтың құрамында ауа көбірек болады? Топыраққа ауа вообще не үшін қажет? Осы тәжірибенің негізінде қандай қорытынды шығарасыңдар, соның барлығын біз ауызша айтамыз қазір. Екінші тәжірибе ол топырақтың құрамындағы ауаны анықтау. Стақанға су құйып, оған бір кесек топырақ саламыз. Сол кезде топырақтың жаңағы қалай өзгеретінін біз алдыңғы сабақта тоже көрген болатынбыз. Сол бойынша не түсінгендерінде айтамыз. Келесі сендерге осындай тапсырма. Түбір және қосымша дегеніміз не? Есімізге түсірейікші. Есімізге түсірсек, мына сөздің түбірін табайық. Құнарлылық түбірі қандай сөз? Ол қандай мағына береді? Қалай ойлайсыңдар? Осы сұраққа жауап береміз. Оқулықпен жұмыс. Топырақтың басты қасиеті, бұл сөздің түбірі қандай? Ол қандай мағына береді? Жаңағы тапсырма бізде, неліктен бұл сөз топырақтың негізгі қасиеті болып табылады? Осы сұрақтарға ойланып жауап беретін боламыз. Ары қарай бізде үшінші тәжірибе ол зерттеу. Әр топқа қажетті ресурстарды дайындаймыз. Су құйылған стақан, жұмсақ топырақ, ұсақ тастар, құм. Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық, ол бізде сұрақтар. Қалай ойлайсыңдар, топырақтағы су қай бағытқа қарай қозғалады? Жоғарыдан төмен қарай, ал төменнен жоғарыға? Жоқ, ол мүмкін емес. Мысалы, сондай эксперимент жүргізетін боламыз. Бұл экспериментті біз сабақ барысында жүргізуге тиісті едік, бірақ бізде бүгін онлайн сабақ. Сондықтан да бұл экспериментті біз сендермен үйде қарастыратын боламыз. Қорытынды жасаймыз, Ары қарай сендерге осындай мәлімет берілген. Реголит түсі деген. Реголит бұл ай топырағы екен, Ай топырақ дегенді қалай түсінеміз? Дұрыс, ай топырақ дегеніміз ол ғарыштағы топырақ, ол көптеген жылдар бойы зерттелген, дүние жүзінен келген ғалымдар жауап беруге тырысатын негізгі сұрақ: мұндай топырақта ештеңе өсіру мүмкін бе? Айдың топырағының түсі қандай? Зерттеулердің пікірінше, айдың топырағы шамамен қара қоңыр түсті. Айдың үстіңгі қабаты реголит. Айдың топырағы жаңадан қалыптасқан ескі кратерлерді толтыру нәтижесінде пайда болады деп саналады. Топырақтың қалыңдығы теңіз деп аталатын тереңдікті және оның еркін ағынды бөлігін салыстыру арқылы есептеледі. Кратердегі тастардың болуы оның ішіндегі рок құрылыстарының құрамымен байланысты. Бұл бізде сендерге берілген қосымша мәлімет. Ары қарай біз тіршілік ететін күн жүйесінде 9 планета бар екен. Оған қоса сол планеталардың айналасында қалқып жүрген серіктері бар. Жердің жалғыз серігі ай болса, алып планета Юпитердің 14 серігі бар екен. Бұл біз өмір сүріп отырған кішкентай бір жұлдыз жүйесі ғана. Ал күн дегеніміз өзі бізге ең жақын жұлдыз. Мұндай жұлдыздар біз ғұмыр кешіп жатқан құс жолы деп аталатын галактикада 3 миллиардтан асып жығылады екен. Ал біздің галактикадан бөлек басқа жұлдыз шоғырлары да сансыз көп. Міне сондай сансыз көп аспан денелерінің бірінде болмаса, бірінде жердегідей тіршілік дамуы мүмкін ғой, Аспан денелерінің шет-шегін қазір ғарыш шыңдалдығымен дамып жатқан ғылым білмейді дейді, Бұл бізге берілген қоса мәлімет. Қазір сендер осы кестені орындайтын боласыңдар. Жоқ кестесі. Бірінші пікірлерді оқимыз. Топырақтың құрамында су мен құм болмайды. Топырақтың құрамында қарашірік көп болса, құнарлы болады. Топырақ жердің беткі борпылдақ қабаты. Топырақта ауа неғұрлым көп болса, соғұрлым қатты болады. Қарашірік өсімдіктер мен жануарлардың шіріген қалдықтары. Топырақтың құрамы өзгермейді. Жоқ, осын белгілейміз дәптерге.
жақсы, онда бүгінгі сабақта біз не түсіндік?